Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ер адамдар арасында жиі кездесетін ауру простатит туралы сөйлесеміз. Простатит қуық асты безінің қабынуы, ол айтарлықтай ыңғайсыздық тудырып, уақытында емделмесе ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін. Маңызды ескерту: үйде қолданылатын әдістерді қолданар алдында міндетті түрде дәрігермен кеңесу керек, себебі таңдалған әдіс қауіпсіз әрі тиімді екендігіне көз жеткізу қажет. Простатит қуық асты безінің қабынуы. Себептері: инфекциялар, стафилококк, стрептококк, ішек таяқшалары, трихомонадалар. Қан айналымының бұзылуы, суық тию, гормоналдық өзгерістер, стресстер. Негізгі белгілері: төсі, скротум, іштің төменгі бөлігі немесе бел аймағында ауырсыну. Жиі зәр шығару, әсіресе түнде. Зәр шығару кезінде ауырсыну. Эректильді функцияның бұзылуы. Жалпы әлсіздік, шаршау, кейде дене температурасының көтерілуі. 30 жастан асқан ерлердің шамамен 30, 40 жастан кейін 40, ал 50 жастан кейін жартысы простатитпен кездеседі. Жасырын түрлері де бар, сондықтан жылына бір рет дәрігерге қаралу маңызды. Простатитті үй жағдайында емдеудің тиімді әдістері. Бір физикалық жаттығулар мен белсенділік. Орташа физикалық белсенділік простатитті емдеуде маңызды. Ол кіші жамбас аймағындағы қан айналымын жақсартады. Ұсынылатын жаттығулар: Кегел жаттығулары жамбас түбінің бұлшықеттерін нығайтады, ауырсынуды азайтады. Жүру, жүгіру, қарапайым кардио жаттығулары қан айналымын белсендіреді. Жүзу кіші жамбас аймағын және жалпы бұлшықеттерді нығайтады. Артық күштен аулақ болу керек, себебі тым ауыр жаттығулар жағдайды нашарлатуы мүмкін. 2 жылы емдеу әдістері. Жылу ауырсынуды азайтады және бұлшықеттерді босаңсытады. Жылы ванна 37-38 жамбас бұлшықеттерін босаңсытып, қан айналымын жақсартады. Жылы компресс бел немесе промежность аймағына қою. Температура тым жоғары болмауы тиіс, себебі күйік немесе қабынуды күшейтуі мүмкін. 3 простата массажы. Простатитте қуық асты безінің массажы пайдалы болуы мүмкін, бірақ тек дәрігердің бақылауымен. Массаж қан айналымын жақсартып, безден сұйықтық шығаруды ынталандырады. Үйде мұқият жасау керек, артық күш қолданудан аулақ болу қажет. 4 диета және дұрыс тамақтану. Қуық асты безінің жағдайын жақсартатын өнімдер. Көкөністер мен жемістер, қызанақ, брокколи, сәбіз, асқабақ. Жаңғақтар мен тұқымдар омега-3 май қышқылдарына бай. Майсыз сүт өнімдері. Сарымсақ табиғи антибиотик. Қабынуды ушықтыратын өнімдерден аулақ болу. Алкоголь, майлы, қуыру тағамдары. Қантқа бай өнімдер. 5 зиянды әдеттерден бас тарту. Темекі шегу және алкогольді артық тұтыну емдеу процесін баяулатуы мүмкін. Қан айналымын жақсарту үшін зиянды әдеттерден бас тарту маңызды. Халық емінің рецептері. Асқабақ дәні мен бал. 0,5 к тазаланған асқабақ дәнін ет тартқыштан өткізіп, 1 стакан балмен араластырып, күніне 1 рет аш қарынға жеу. Емді жылына 1 рет жасау керек. Белгілер өтпесе немесе күшейсе. Созылмалы простатит болған жағдайда. Медициналық бақылауды қажет ететін кез келген жағдайда. Простатиттің алғашқы белгілерінде маманға жүгіну өте маңызды. Простатит ер адамдар арасында жиі кездесетін ауру. Үй жағдайында қолданылатын әдістер тек негізгі емге қосымша ретінде тиімді. Дұрыс диета, физикалық белсенділік, жылы емдеу және зиянды әдеттерден бас тарту ағзаны қолдайды. Жылына 1 рет урологқа қаралу алдын алу үшін міндетті.